Сәлеметсіздер ме, құрметті менің оқырмандарым? Міне сабақта басталды. Осы сабақ басталған кезде біздің бастауыш сынып оқушылары сабақта тез шаршайды, тез шулап кетеді. Олардың зейінін бір нәрсеге шоғырландырып ұстап тұру өте қиын. Сол кезде біз бастауыш сынып мұғалімдері балаларды түрлі дидактикалық ойындармен сабаққа қызықтырамыз. Олардың сабаққа деген қызығушылығын арттырамыз. Сондай ойынның бірі тосап қайнату ойыны. Яғни мына тұрған жемістерді ана банкаларға салып біз жеміс қайнатамыз қазір сабақта. Ал сіздер, құрметті менің оқырмандарым, осы менің видеома лайк басып пікір жазыңыздар, маған жазылып қойыңыздар менің каналыма. Мен осы болашақта әсіресе 2-ші сыныпта, 1-ші сыныпта өткізген сабақтарым туралы видеолар болашақта салып тұрамын. Сондықтан мен видеоларымды жіберіп алмай үшін менің каналыма жазылып қойыңыздар. Ал енді, құрметті оқырмандар, жаңа мен алдыңғы сөзімде айтып өткендей, жазғы каникулдан соң балалар сабақта тез шаршайды. Оларға ұзақ уақыт демалыстан кейін жұмыс істеу, жұмысқа деген қабілеттері де төмен болып келеді. Яғни жұмысқа қарқын, жылдамдық болмайды да балаларға. Мысалы, бір жаттығудың өзін бір сыныпта ұзақ уақыт орындау мүмкін. Баламен жұмыс істеу ата-анаға да каникулдан соң көп уақытты алады. Осындай баланың өзінің жұмыс істеу қарқыны баяу болып тұрған кезде, әлі тез шаршайтын кезде балаға құрғақ сөзден түсіндіре бергеннен көрі балаға түрлі көрнекіліктер пайдаланамыз. Ойналатын ойынды мен электронды нұсқасында көрсетемін, яғни сыныпта интерактивный тақтада қалай орындауға болады, ол түрінде көрсетемін, және балалармен көрнекі түрде қалай көрнекіліктерді таратып беріп, дидактикалық материалдармен қалай ойнатуға болады, соны да көрсетемін. Интерактивті тақтада көрсету үшін бір слайдқа осында 2 банка дайындадым. Ол, байқасаңыздар, екеуінің қақпағы 2 түрлі. Бұл бізге заттарды 2 банкіге жіктеп салу үшін қажет. Және айналасына осылай жемістерді шашып тастап қойдым. Бұл жемістердің үстіне сандарды, сөздерді жазуға болады. Оны қазір келесі слайдтарда тағы көрсетемін. Және біздің жемістеріміздің көлемі банкінің ішіне сыйып кететіндей болу керек. Жаңағы банка ыдыс ретінде алып отырған фигурамызды переместить назад деген жерге қойып қойыңыз. Сол кезде сіз оның ішіне жемістерді әкеп тартқан кезде мөлдір шынының ішінен бізге жемістер көрініп тұрғандай әсер береді. Ондай болмаған жағдайда сіздің жемістеріңіз жаңағы фигураның, банкі болып тұрған фигураның артына көрінбей қалады. Осыны ескеріңіз. Мысалы, банкінің жан-жағында шашылып жатқан жемістерге сіз кейбіреулеріне жұпсандарды, кейбіреуіне тақсандарды жазып қойдыңыз дейік. Сіз балаларға былай тапсырма бересіз: егер мына жемістерде жұпсандар болса, онда оны қызыл лентасы бар банкаға жинайсыздар. Егер тақсандар болса, онда оны көк жіппен байланған банкаға жинайсыздар деп тапсырма береді. Енді дәл осы ойынды қағаз нұсқасында, бумажный вариантта қалай ойнауға болады, соны көрсете кетейін. Қанша жерден бізде мектепте интерактивті тақталар бар, сабақта актіні қолдану, жаңа технологияны қолдану десек те, балалар үшін тиімдісі балалардың өздерінің қолмен жасағаны. Балалардың өздерінің ақылдасып отырып, сызып, орнына қойып, дәлелдеп отырып, орнына қойып, қолмен ұстап жасаған дүниесіне жетпейді. Сондықтан мен қазір сіздерге 2-ші сынып қазақ тіліден у дыбысының дауысты, дауыссыз болып айтылуы деген тақырып бойынша тосап қайнату ойынын панорамалық сабаққа түсіндіріп көрсетейін. Бұл дидактикалық ойынды дәл осы у дыбысының дауыссыз, дауысты болып айтылуы деген тақырыпта алған себебім, осы ойынды ойлап отырып, оқушылар у дыбысының дауысты және дауыссыз айтылу ерекшелігін біледі. Балаларға ойынның шартын түсіндіреміз. Жаңағы 2 банкаға тосапты жемістерді бөліп салу керек екенін түсіндіреміз, және осы сөздердегі у дыбысының дауысты ма, дауыссыз ба, сол екенін сен анықтауың керек деп балаларға өздеріне осылай түсіндіріп айтып өтеміз. Және балалар бұны негізінде топта орындаған дұрыс, сонда балалар бір-біріне дәлелдейді, пікірін айтады. Қателесіп жеткен жағдайда өз қателерін өздері түзейді. У дыбысы ауа деген сөзде дауысты болса, мына қызыл лентасы бар банкіге қоямыз. Егер дауыссыз болса, онда көк лентасы бар банкіге қоямыз деп алдында түсіндіріп аламыз балаларға. Және енді орындаймыз. Мысалы, ауа 2 жағында да дауысты дыбыстан қоршалып тұр. А дауысты болған жерде у дауысты бола алмайды. Бұл жерде дуадақ деген мына жаққа кетіп қалыпты. Дуадақ дегенді дауысты жаққа қоямыз, мына жаққа қоямыз. Ды мен д дауыссыз, у дауысты болып, екеуі бір буын құрап тұр деп осылай түсіндіріп өтеміз. Сонымен ойын бала үшін
Оның айналадағы дүниені танудың тәсілі. Ойын баланың даму құралы. Ойында білімділік мақсатта, тәрбиелік мақсатта, дамытушылық мақсатта қамтылады. Олай болса, үйде де, сабақта да баланы ойната отырып оқытайық. Ал менің осы көрсеткен дидактикалық материалдарымды видеоның астындағы описание бөлімінен алып пайдалансаңыздар болады. Сонымен, құрметті менің оқырмандарым, бүгінгі видеом аяқталды. Менің видеома лайк басып, қолдап қойыңыздар. Және колокольчикті басып, менің каналыма жазылып қойыңыздар. Осымен менің видеом аяқталды. Қош, сау болыңыздар.